Сені бастық шақырып жатыр дегенді естігенде 16 жыл бойы еленбей келген кейіпкердің жүрегі дір ете қалды. Жаңа бастық оған күтпеген жаңалық айтты. 10 жыл бұрынғы өтініші бойынша пәтер кезегі келіпті. 17-ші қабат, аспанға ұшқан екенсің деп бастық пәтер кілті мен мекен-жайын ұстатты. Қуанышы қойнына сыймаған жігіт үйіне 15 минутта жетіп, сүйінші сұрады. Аулада пәтер ақысын сұрап жүрген қатал кемпірге төлейтін ақша болмаса да, 2 күннен соң көшетінін айтып құтылды. Әйелі мен 5 баласы бұл жаңалықты естігенде естері шыға қуанды. Балалар жаңа үйдің биіктігіне, қаланы төбеден көретініне мәз болды. Бар дүниесі 2 шамаданнан аспайтын отбасы ескі пәтер иесіне кепілдікке әйелінің төлқұжаты мен жігіттің дипломын тастап, айтылған мекен-жайға аттанды. Жол бойы әйелі мен қызы үйді қалай безендіретіндерін армандап барды. Алайда белгіленген жерге жеткенде оларды сұмдық көрініс күтіп тұрды. Көрсетілген мекен-жайда үй жоқ болып шықты. Жігіт жұмысына қайта жүгіріп барып, қателік кеткенін айтты. Бірақ хатшы қыз, ақымақтар, бастарыңды көтеріңдер, сонда көресіңдер, деп есікті тарс жапты. Жігіт қайта келіп, отбасымен бірге аспанға қарады. Расымен де олардың үйі 17-ші қабаттан ары қарай аспанда ілулі тұр екен. Үйдің биіктігі көкке бойлап кеткен. Үйге қалай шығарларын білмей аңтарылып тұрғанда, 18-ші қабаттан бір көршісі басын шығарып, неге тұрсыңдар, деп айқайлады. Қалай шығамыз деген сұраққа ол, ұшып шығасыңдар, деп жауап берді. Жігіт мұны түсін болар деп ернін қан-шыққанша тістесе де ояна алмады. Көршісі жарық-жұрық еткен темір есігін ашып, жерге лып етіп түсті де, ақымақ, үйдің кілтін алудан бұрын ұшуды үйренуің керек еді деп қайтадан көкке көтеріліп кетті. Шарасыз отбасы аспандағы үйіне қарап, жерде қала берді.